Бұлқынып жатыр, келмейді-ау құрғыр шамасы, бұлқынып жатыр таусылдау айла шарасы. Сәулемнің менің аяқ пен қолым матамай, бостандық берші мамасы. Тұмшалап қойдың несіне сонша қаусырып, шандудан бөлек қалған ба шараң таусылып. Аяқ пен қолым матамай бос қой мамасы, кішкентай адам көрсетіп жатыр қарсылық. Шынайы поэзия өкілі, ғажайып ақындардың бірі Мұқағали Мақатаев. Қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданындағы Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келді. Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келген Мұқағали өлеңді 10-11 жасынан жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері аудандық газетте жарық көрген Мұқағали шығармалары 1960-1970 жылдары үздіксіз басылады. Бұл жылдары ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына көтерілген уақыты деп санауға болады.